Бүгін мен сіздерге көршіден не сұрауға болмайтын туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, қызықты ақпарат болатынына сенімдімін. Қазақта көрші ақысы, тәңір ақысы деген жақсы сөз бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық. Ағайынның аты озғанша ауылдастың тайы озсын. Бұл тіркестен қазақ өмірінде көршінің орны қаншалықты салмақты екенін аңғаруға болады. Жаһандану деп жанымыздағы көршімен араласуды ұмытып кетпедік пе? Ендеше көршіге қатысты біліп жүріңіз, абзал болатын дүниелерді еске түсірейік. Көрегенді көрші болсаңыз, мына 3 сатты мүлдем сұрамаңыз. Ең бірінші тұз. Мейлінше дүкеннен сатып алуға тырысу керек. Егер алып келуге мүмкіндік болмаса, көршіден алған тұзға аз болса да ақы төлеңіз. Өйткені тұзда береке бар. Сіз оның тұзымен қоса берекесін де алып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да өзіңіз біреуден тұз алмаңыз, біреуге тұз бермеңіз. Тұз төгілсе несібе азаяды, ырыс кемиеді деп те сенеді. Кей жерлерде тұз төгілсе, оның үстіне қант себеді. Онысы тұзым қатты болмасын, тәтті болсын деген ниетпен туған екен. Әлі күнге дейін қазақ арасында үйде тұз таусылып қалса, көршілер бір-бірінен сұрамауға тырысады. Алған күнде де үйдің бұрышына бір түйін шашып кетеді. Екінші, мүлдем ақша сұрамаңыз. Егер көршіңіз сізді көмекке шақырса, оны жасап бергеніңіз үшін ақы сұрамаңыз. Кейде есігі бұзылып, немесе баласы қараусыз қалып жатады. Осындайда ең алдымен көршіден көмек аламыз. Сол кезде уақытыңды алдым деп көрші ақша ұсынады. Өзгеге де беретін едім ғой, алшы деп те кездеседі. Сол кезде сыпайы түрде бас тарту керек. Өйткені күндердің күнінде біз де көршіден көмек сұраймыз. Сонда жарқын жүзбен көршіңіздің есігін қаға аласыз. Үшіншісі, ит. Кейде көршінің иті балалап жатса, тұқымы жақсы деп иттің күшігін асырап алғысы келетіндер болады. Бұл кезде де көршімен арадағы қарым-қатынасқа сызат түсірмеу жағында ұмытпау керек. Салтты білетін көрші болса, күшікті сатып алу ырымын жасайды, ал білмейтіндерге түсіндіруге тырысыңыз. Қарапайым нәрсе ғой деп елемеуіңіз мүмкін. Бір-біріне күшік бермеу көршілердің етте ырылдасып қалмауының амалы. Атадан келе жатқан кез келген тыйымның астарында терең мән жатады. Ешқайсысы ойдан қырдан шығармайды. Сондықтан салмақты сөздерді санамызға сіңірген жөн. Қазақ ұрпағын тыйым арқылы тәрбиелеген тарихтан білеміз. Ата сөзінен аттап өту бізге ауыр сөз. Сондықтан да ата-әжелеріміздің айтқан өсиеттеріне құлақ түртіп амал жасайық.